Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, құрамы да қарапайым заттардан тұратын өте керемет пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттерді ұсынатын боламын. Ал ендеше пирогымызды бастаймыз. Ол үшін алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша жақсылап, аппақ болып көпіргенше араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте үстіне сұйық майымызды құямыз. Бөлме температурасындағы айранды құямыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға разрыхительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң илектен немесе осындай сетаның көмегімен шетінен қоса отырып, ұнымызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмаймыз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп алып, сетадан өткізіп, массамызға құйып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарды осылай қосып, барлығын біркелкі қылып аламыз. Арасында ешқандай түйіршіктері қалып кетпеуі қажет. Ендігі кезекте бетіне крошкасын дайындаймыз. Ол үшін сары май, ұн, қантты осылай қосып, қолымызбен майдалап, крошканы жасап алатын боламыз. Құрамын толықтай описанияға қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай қолымызбен үгітілген крошкамыз дайын болды. Енді арнайы формамызды дайындап аламыз. Бағанағы массамызды, сұйық массамызды құйып алып, бетін осылай лопатканың көмегімен жақсылап тегістеп, содан соң жақсылап сілкіп алатын боламыз. Бетіне осылай алманы майдалап, ұсақтап турап алып қоссаңыздар болады. Негізі қалауларыңыз бойынша мен осылай алманы септім, және де смородина бар еді үйде, соны да қосып шықтым. Осы жемістердің бетіне енді бағанағы дайын болған крошкамызды сеуіп шығатын боламыз. Барлығын біркелкі қылып, жемістерді жапқанша осылай сеуіп, орналастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке салып алатын боламыз. Бір 40-45 минут шамасында біздің пирогымыз пісіп шығатын болады. Өте дәмді, сап-сары, әп-әдемі болып шығады. Суыған соң барып кесіп алатын боламыз. Биік, дәмді болып шығатын керемет рецепті сіздерге ұсынамын. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.